Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен катаралды стоматит жайында айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Катаралды стоматит дегеніміз не? Ол қалай пайда болады? Емі және алдын алу. Катаралды стоматит дегеніміз сілекейдің қорғаныш қасиеттерінің төмендеуі аясында инфекция пайда болады. Бұл ауру ауыз қуысының шырышты тіндерінің серозды эксудатты бөлінуімен ауыр қабынуымен сипатталады. Зақымданулар қуыстың бүкіл аймағында, оның жеке бөліктерінде де қызыл иек, тіл, таңдай жерлерде орналасады. Әдетте патологиялық процесс 10 күннен аспайды. Дұрыс таңдалған терапия тез қалпына келтіруге әкеледі. Емдеудің болмауы көбінесе аурудың созылмалы түріне әкеледі. Ересектер мен балдардағы стоматиттің себептері: аурудың даму негізгі факторы ауыз қуысының гигиенасын сақтамау болып табылады. Нәтижесінде оның шырышты қабаттарында патогендік флораның өмірлік белсенділігі үшін қолайлы жағдай қалыптасады. Бактериялар әртүрлі аурулардың дамуын қоздырады. Олардың бірі катаралды стоматит. Катаралды стоматиттің пайда болуы себептеріне байланысты 4 топқа бөлуге болады: жұқпалы, травматикалық, арнайы, симптоматикалық. Жұқпалы – ол аденовирус немесе тұмау аурулар әсер етеді. Олардың ішінде қызылша, желшешек, пневмония атап өтуге болады. Травматикалық – бұл топқа механикалық, термиялық немесе химиялық сипаттағы ауыз қуысының зақымдануына кіреді. Арнайы – ол стоматиттің дамуының алдында мерез немесе туберкулез сияқты патологиялары болуы мүмкін. Ал симптоматикалық аурудың бір түрі көбінесе эндокриндік, асқазан, ішек немесе қан айналым жүйелеріне әсер ететін созылмалы аурулардың асқынуы болып табылады. Ал нәрестелерде катаралды стоматит көбінесе тіс шыққан кезде пайда болады. Емдеу жолы: балаларда немесе ересектерде катаралды стоматит терапияға өте жақсы жауап береді. Патологиялық процестің алғашқы белгілерін фотосуреттерден көруге болады. Сондықтан тіпті аурудың өзін-өзі диагностикасы қиындық тудырмайды. Дегенмен балаларда катаралды стоматитті дәрігер тағайындауы керек, өйткені барлық препараттар кішкентай пациенттерге жарамайды. Катаралды стоматит үшін емдеудің тиімді әдісі келесі спектрлерді қолданылу болып саналады. Ең бірінші антисептик, екінші дезинфекциялану, үшінші қабынуды жеңілдетуге және жараларды тез емдеуге арналған шөптерден жасалған тұнбалар. Қабыну процесін жою үшін әдетте айқын антисептикалық микробқа қарсы әсері бар жақпа және ерітінділер ұсынылады. Негізі терапия ауыз қуысын үнемі шаюдан және патологиялық ошақтарды арнайы препараттармен емдеуден тұрады. Бірінші жағдайда мирамистин немесе хлоргексидин тағайындалады. Үйде сутегі асқын тотығының әлсіз ерітіндісімен немесе кәдімгі ас содасымен демеуші терапия жүргізуге болады. Ауырсыну синдромдары үшін құрамында ауырсынуды басатын дәрілер бар, мысалы лидокаинмен. Әртүрлі ерітінділермен ауызды шаю әр 2-3 сағат сайын тағайындалады. Дезинфекциялық компоненттері бар дайын шаюды қолдануға болады. Хлоргексидин мен бензидамин қосылған. Катаралды стоматитті емдеудің тиімді әдісі ауыз қуыс қабынған жерлерін арнайы майлармен өңдеген дұрыс. Балаларға арналған арнайы жақпа бар. Жұтып қойса зиян тигізбейді. Кез келген дәрмектерді қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Екінші ингалип хлорофилип антисептикалық әсер ету үшін спрей түрінде ыңғайлы пішін, жанасусыз қолданылуды қамтамасыз етеді. Бұл ауырған жерлерге, сондай-ақ таңдайда және тамақтың тереңдігінде зақымданулар болған жағдайда. Салкосерил бұл шырышты қабаттардың тұтастығын қалпына келтіруге, ойық жаралар тереңдеуінен қорғауға көмектеседі. Ол гель түрінде келеді және күніне 2-3 рет қолданылу қажет етеді. Холисал камистат деп те айтуға болады. Бактерияға қарсы және қабынуға қарсы әсері бар шырышты қабаттың жазылуын тездетеді. Ацикловир виферон аурудың вирустық сипатымен күресуге көмектеседі. Жақпа күніне 2-3 рет зақымдау аймақтарына қолданылу керек. Асепт, лидокаин өткір ауырсынуды жеңілдетеді. Спрей түрінде қолжетімді. Биконазол, нистатин саңырауқұлақ инфекциясымен күресетін дәрілер. Ойылған катаралды стоматиттің ойықтары қатты ауырсыну ыңғайсыздығымен бірге жүрсе, лидокаин немесе бензокаинді қысқа мерзімді қолдануға болады. Нәрестелердегі катаралды стоматитті жиі қызбамен жүреді. Бұл жағдайда жас пациенттерге суды көп ішкізу көрсетіледі. Және де ибуфен, парацетамол, таблетка түрінде, сироп түрінде балдарға беруге болады.
Кез келген дәрі-дәрмекті тек нұсқаларға сәйкес болуы керек. Егер бала әлі 1 жасқа толмаған болса және терапия қажетті нәтиже бермесе, жергілікті педиатрға хабарласуыңыз керек. Ересектердегі бұл ауруды емдеу сәбилерді емдеудің іс жүзінде еш айырмашылығы жоқ. Ауыз қуысындағы қабыну процестерімен күресу үшін антисептикалық емдеу және шаюлар да көрсетіледі. Катаралды стоматиттің алдын алу. Ең бірінші қарапайым әрекеттер. Көкөністер мен жемістерді тамақтанар алдында жуыңыз. Тіс щеткасын 3 ай сайын ауыстырыңыз. Егер ауруға бейімділік болса, тым ыстық, тым қатты тағамдарды, сондай-ақ ащы дәмдеуіштерден аулақ болыңыз. Ауыздағы кез келген жараларды дереу антисептикпен емдеңіз. Кариозды қуыстарды уақытылы толтырыңыз және тіс дәрігерінің тұрақты тексеруінен өтіңіз. Кем дегенде жарты жылда 1 рет. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.